Бүгінгі видеода біз Супер Лиганы құратын боламыз, яғни аты дүркіреп тұрған клубтардан ғана жиналған лига. Бұл лигада бізде 20 клуб бар. Көріп тұрғандарыңыздай тек қана мықты клубтар. Бұл жерде сәл кішкене осалдауы Эвертон мен Кристал Пэлас секілді, жалпы оларда айтарлықтай жақсы деңгейін көрсетіп беруі мүмкін. Және чемпионшипте бұл жерде енді сәл орта деңгейлі клубтар, мысалға Лионды көрсек болады, Брайтон бар, Рома, Реал Бетис, Севилья деген секілді түрлі клубтар бар. Және одан кейінгі бізде үшінші сатылы клубтар, оны бірінші лигаға жібердік. Мысалы Копенгаген, Аякс, бұл жерде Лидс деген секілді клубтар бар. Біз осы лигада 5 маусымда өткізетін боламыз, және сол 5 маусымның ішінде кімдер чемпион атанады және қандай нәтижелер тіркеледі бірге көретін боламыз. Ендеше бірінші маусымға кеттік. Бұл маусымда Чемпиондар лигасында Манчестер Сити мен Арсенал теке тіресіп, нәтижесінде Манчестер Сити 2-1 есебімен жеңіске жеткен, ал Юнайтед Европа лигасының иегерлері атанған. Бұл маусымда чемпион Барселона клубы атанған, екінші орында ПСЖ, 3 Интер, 4 Реал, 5 Манчестер Сити, 6 Бавария, 7 Милан, 8 Арсенал, 9 Ювентус, 10 Тоттенхэм, 11 Ливерпуль, 12 Атлетико Мадрид, 13 Байер, 14 Манчестер Юнайтед, 15 Челси, 16 Наполи, 17 Кристал Пэлас және 3 кеткен клубтар Боруссия, Эвертон, РБ Лейпциг клубтары екен. Енді қазір біз чемпионшиптегі жағдайды қарайық. Астон Вилла чемпион атанған, және Астон Вилла мен Спортинг бірден премьер лигаға жолдама алған. Және бұл жерде бірден өткізіп шығайық. Тек қана ұшқан клубтарды қарай салайық. Міне 13-ші орында мысалға Марсель, 15-ші орында Айнтрахт, 19-да бұл жерде Севилья, Болония, Реал Бетис, Лестер Сити бірінші лигаға ұшып кеткен қызық жағдай орын алған екен жалпы чемпионшипте. Ал бірінші лигада Фейнорд пен Атлетик Бильбао бірден бізде чемпионшипке жолдама ала білген екен. Аякс 6-шы орында алған, Лидс 15, Брентфорд 18, жалпы таныс клубтардан қарап отырман, және 4 клуб бізде екінші лигаға ұшып кетті. Всем привет, боец спецназа на связи, мы впервые в Астане, тут красиво, отличная видимость, 0 смока, контроль карты идеальный. Пока мой друг кидает флешки по клумбам, ты тоже можешь играть и лутать до 1 миллиона тенге, если ты просто сделаешь ставку на ПГЛ. Что за звук? Хорошо, что это ложно, иначе бы все разнес. Чёртовы бабушки. Бұл маусымда Чемпиондар лигасының иегерлері Барселона атанды. Алдыңғы маусымның чемпиондары Праганы 1-2 есебімен қапы қалдырған, ал Европа лигасын Интер клубы иеленіп отыр. Реал Мадридті пенальти сериясы арқылы жеңіп кеткен екен, және конференциялар лигасының иегерлері Арсенал клубы атанған екен. Енді нәтижелерге тоқталсақ, бұл маусымда чемпион Реал Мадрид клубы атанған, екінші орында Манчестер Сити, 3 Милан, 4 Интер, 5 Бавария, 6 Арсенал, 7 Барселона, 8 Ливерпуль, 9 Челси, 10 Наполи, 11 Манчестер Юнайтед, 12 бізде Байер, 13 Тоттенхэм, 14 ПСЖ, 15 Атлетико Мадрид, 16 Ювентус және 17 тағыда Кристал Пэлас алынып отыр. Және ұшып кеткен клубтарды анықтайық. Спортинг клубы ұшып кеткен, алдыңғы маусымда көтерілген еді. Брайтон ұшқан және Астон Вилла алдыңғы маусымда чемпионшиптен көтерілген клубтар қайта өз чемпионшиптеріне оралған екен. Ал чемпионшипте бізде чемпион атанған клуб ол Фенербахче, екінші орында Рома, екеуі бірден премьер лигаға жолдама алған екен. Бұл жерде Боруссия 3-ші орында алып қалған, ПСВ 4-ші орында алған, және Ньюкасл бұл жерде 9-ші орында алған. Монако 11-ші орын, Атлетик Бильбао 14-ші орын. Жалпы менің ойымша кейбір орындар лайықсыздау секілді. Жалпы топ клубтары бар, бірақ төмек нәтижелерге ие болып отыр екен. Және Севилья, Торино, Аякс клубтары бірінші лигаға ұшып кеткен. Қызық жағдай. Және Лидс пен Майнц клубтары бірден чемпионшипке жолдама ала білген екен. Және бұл жерде қандай клубтар бар бізді қызықтыратын? Вулверхэмптон 14-ші орын иеленген, Штутгарт бұл жерде 17-ші орын, және бұл жерде енді екінші лигадан келген клубтар қайтадан сол екінші лигаларына қайта оралған.
3 маусымға да келіп жеттік. Бұл маусымда Чемпиондар Лигасының егелері Парис Сен-Жермен клубы атанды. Вильярреалды 1-2 есебімен жеңген екен. Ал Европа Лигасын Бавария клубы жеңіп отыр және Конференциялар Лигасында бізде Тулесе топ жарған екен. Бұл маусымда тағы да кезектері Барселона чемпион атанған, екінші орында Манчестер Сити, үшінші орында Юнайтед, 4-те ПСЖ, 5-те Реал Мадрид, 6-да Ливерпуль, 7-де Ювентус, 8 Интер, 9 Арсенал, 10 Бавария, 11 Атлетико Мадрид, 12 Боруссия, 13 Челси, 14 Байер, 15 Наполи, 16 РБ Лейпциг, 17 Ньюкасл және ұшқан 3 клуб бізде Кристал Пэлас, Брайтон, Милан клубтары екен. Бірінші лигадан чемпионшипке көтерілген клубтар олар Селтик пен Торино екен. Ал Аякс 13-ші орынды иеленген. 4-ші маусымға да келіп жеттік. Бұл маусымдағы Чемпиондар Лигасының егерлері Манчестер Сити атанды. ПСЖ клубын минималды есеппен жеңіп, осылайша Чемпиондар Лигасын алып отыр. Ал Европа Лигасын тағыда Манчестер Юнайтед клубы алған. Бұл жолы Ювентусты пенальти сериясы арқылы жеңіп отыр екен. Ал енді Конференциялар Лигасына келсек, Селтик клубы Конференциялар Лигасын жеңіп алған. 3-ші маусым қатарынан Барселона Премьер Лиганың чемпиондары атанып отыр. 2-ші орында ПСЖ, 3-ші орын Байер, 4-ші орын Манчестер Сити, 5 Бавария, 6 Ливерпуль, 7 Наполи, 8 Реал Мадрид, 9 Манчестер Юнайтед, 10-шы команда бізде Ювентус, 11 Челси, 12 Интер, 13 Арсенал, 14 Атлетико Мадрид, 15 Лион, 16 Ньюкасл, 17 Тоттенхэм және ұшқан 3 клубты анықтайық. Ұшқан 3 клуб бізде РБ Лейпциг, Боруссия және Монако клубтары екен. Міне Премьер Лиганың нәтижелері осындай. Енді чемпионшипке келейік. Милан мен Брайтон қайта бізде Премьер Лигаға оралған екен. Кристал Пэлас өкінішке орай орала алмай қалған, 3-ші орында иеленіп қалған. Бірақ әлі де мүмкіндігі бар. Және бұл жерде басқа да клубтарды анықтап көрейік. Қандай клубтар қаншаншы орында алды. Айнтрахт бұл жерде 13-ші, Фиорентина 15, Спортинг 16, Марсель 20 және ұшқан 3 клуб бізде Боруссия, Севилья, Торино клубтары екен. Енді Лига 1-ші, Болония, Штутгарт клубтары чемпионшипке көтерілген. Аякс 7-ші орында әлі де көтере алмай жүр. Неліктен түсініксіз, негізі бұлай жақсы клуб еді. Фейнорд 8 бұл жерде қалған клубтар менің ойымша өз лайықты орындарында. Кеттік, ендеше келесі маусымға өте берейік. Соңғы маусымға да келіп жеттік. Бұл маусымда Чемпиондар Лигасының иегерлері Парис Сен-Жермен клубы атанса, Европа Лигасының Бешикташ клубы иеленіп отыр, ал Конференциялар Лигасын Брайтон клубы жеңіп алды. Бұл маусымда чемпион Интер атанды. 2-ші орында Манчестер Юнайтед, 3-ші орында ПСЖ, 4-ші орында Арсенал, 5-ші орында Барселона, 6-ші орында Байер, 7-де Реал Мадрид және 8-ші орында Манчестер Сити болса, 9-ші орында Челси, 10-да Бавария, 11-де Ливерпуль, ал 12-де Брайтон, 13 Атлетико Мадрид, 14 Милан, 15 Ювентус, 16 Ньюкасл және 17 Наполи. Енді ұшқан 3 клубты анықтасақ, олар Астон Вилла, Тоттенхэм және Лион клубтары екен. Міне нәтижелері дәл осындай. Енді чемпионшипке келсек, РБ Лейпциг пен Кристал Пэлас бізде Премьер Лигаға өткен, бірақ енді оның қажеті жоқ, өйткені келесі маусымда біз өткізбейміз. Осы маусымнан кейін видеомыз өз соңына да келіп жетеді. Және ұшқан 3 клуб бұл жерде Лион, Реал Бетис, Селтик клубтары. Енді бірінші лиганы қарап жібере қойып, бұл жерде Фенербахче мен РБ Зальцбург чемпионшипке өткен екен. Осылайша, міне 5-ші маусымда тіркелген нәтижелер осындай. Осылайша видеомыз өз соңына келіп жетті. Видеоны лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл формат ұнады ма? Соңында пікірге қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Банду санасы. Ендеше қош сәлеметте болыңыздар.